Ассалаумағалейкум баршаңызға, есім Еркебұлан болады. Бүгін біз сіздермен не үшін қор жинау керек және оның маңыздылығы қандай, қордың пайдасы қандай, сол жөнінде сөйлесетін боламыз. Өміріңізде мынандай жағдайлар көп болды деп ойлаймын. Например, сіз өзіңізге ұнамайтын жұмыста істеп жүрген болсаңыз, жалақыға жұмыс істеп жатқан болсаңыз, сіздің өміріңіз сол жалақыға, жұмысқа тәуелді болса, сіз үшін сол жұмыс өте маңызды болса, сіз бастықтың айтқан сөздеріне түсінуге мәжбүр боласыз. Яғни бастықтың мінез көрсеткендігіне, сен жұмыстан шығарып жіберемін деп қорқытқанына деген сияқты ертең күнге деген сенімділік өте төмен болады. Кез келген уақытта сізге жұмыстан шығып кету мысалға қиын. Себебі отбасымды асырай алмаймын, немесе басқа жұмыс табу қиын деген сияқты қорқыныштар болуы мүмкін. Немесе жұмыстан бөлек сіз бизнеспен айналысасыз, фрилансерсіз, өзіңізге жұмыс жасайсыз, самозанятыйсыз. Ол жағдайда да сізде қорқыныш бар. Яғни вдруг заказ болмай қалса, ақша болмай қалған жағдайда мен не істеймін деген сияқты. Ол жағдайларда адам не істейді? Көбінесе қарызға батады. Құдай сақтасын, біреулер кредит алып күнәға батып жатады. Осы нәрсенің барлығын алдын алуға болатын нәрсе ол қор. Финансовая подушка безопасности деп аталады. Бүкіл байлардың әдеттерінің бірі қор жинай білу. Оны кезінде Юсуф алейхиссалам пайғамбарда қолданған. Яғни 7 жыл аштық келмей тұрып, 7 жыл тоқтық заманында қазынаға 1/5 бөлік, яғни табыстарыңды салып отырыңдар. Кейін аштық кезеңінде жеңіл атқарамыз, жеңіл өтіп кетеміз деген сияқты ұсыныс тастайды. Юсуф пайғамбарды сол замандағы Фирғауын қаржы министрі етіп тағайындайды. Яғни дәл сол нәрсені біз жасау керекпіз. Сіз 3 айға, 6 айға, 1 жылға өмір сүретін қорыңыз бар ма? Просто так мынандай сұрақ қойыншы. Көшеге шығып көп адамнан сұрасақ, 1 ай өмір сүретін ақшаңыз бар ма деп сұрасақ, барлығы жоқ деп жауап береді. Яғни біздің қаржылай жағдайымыз осыншалықты деңгейде да. Сіз қорыңыз болмаған жағдайда бастықтың сөзіне көнуге тәуелді боласыз, қарызға батасыз, біреуден қарыз сұрайсыз. Яғни сіздің жағдайыңыз өте қиын. Жүректе қорқыныш болады. Вдруг заказ болмай қалса, жұмыстан шығарып жіберсе не болады деген сияқты сондай нәрсе болады. Ал сізде қорыңыз болса, біріншіден ешкімге тәуелді болмайсыз. Бастыққа смело шығарсаң шығара бер. Мен өзім жұмысымды жасап жатырмын. Маған қызық емес деген сияқты әңгіме айта аласыз. Себебі сізде 6 ай, 1 жыл өмір сүретін ақшаңыз бар. Смело өмір сүресіз. Ол адамға жүрегіне тыныштық сезім береді. Ал жүрегі тыныш адам, ол көп жетістікке жете алады. Ғылыми зерттеу бойынша адамда стресс, уайым, қайғы болған кезде миына жақсы идеялар келмейді. Ешқашан уайымда жүрген адамның миына жақсы идеялар келмейді. Біріншіден уайымнан құтыласыз, екіншіден сіз өз-өзіңізден ғана қарызға алатын боласыз. Например, срочно керек болды, өзіңізге керек зат алу керек, немесе ауырып қалдыңыз. Құдай сақтасын, енді бәріміз ауырамыз. Банально грипптан ешкім не застрахован. Смело ауруға болады. Қиналмай, смело ауруға болады. Жұмыстан шығып кеттің, бизнесің банкрот болып қалды. Сенде 6 ай уақыт бар, Карл. 6 ай уақыт, чтобы сен жаңа бизнес нишаны табуға, жаңа мамандықты меңгеруге, басқа компанияға жұмысқа тұруға деген сияқты. Сізде 6 ай уақыт бар. Рахат нәрсе емес пе? Қаржылай тәуелсіздік деген нәрсе жалпы мынамен өлшенбейді. Сіз айына 500 мың табасыз, 500 мың құртасыз. 5 миллион табасыз, 5 миллион құртасыз. Разница жоқ. Соңында 0 болса доход, сіз онда кедей адамсыз. Вы в опасности. Қаржылай тәуелсіздік деген нәрсе, жалпы байлық деген нәрсе немен өлшенеді? Ол сіз қанша уақыт бойы ештеңе жасамай өмір сүре аласыз. Сол сіздің байлығыңыздың деңгейі. Оның ең алғашқы қадамы қор жинап қою. Сондықтан аз-аздап өзіңіздің қорыңызды жинап бастаңыз. Қор жинаудың жеңіл тәсілі, көпшілік айтады, я, Еркебұлан, сен дұрыс айтасың, бірақ біз жинай алмаймыз. Ақша мүлдем жетпейді. Саған айту оңай дерсіздер, Ақша бәріне жетпейді. Адамдар қорды қалай жинайды? Секреті сначала заплати себе. Алдымен өзіңе төле. Сізге ақша түсті, 10% аласыз и басқа карточкаға лақтырып жібересіз. Обязательно оны басқа картаға ауыстыру керек. Неге? Себебі көз алдында тұрған нәрсе, Каспийде тұрған нәрсе, қалтаңдағы бар ақша, оны адам жаратып қояды. Оны сақтай алмайды. Оны сіз басқа счетқа, басқа картаға аударсаңыз ғана сіз оны сақтай аласыз. Ақша түсті сізге, например, 150 мың теңге зарплата түсті. 10%-ын, 15 мың теңгесін аласыз, басқа картаға лақтырып жібересіз. Айту мүмкін, адамдар көбісі айтады, Еркебұлан, не оттап отырсың? Бізде кредит бар, қарыз бар, отбасы, бала-шаға бар. Қалай біз 10% әр жалақыдан жинаймыз деген сұрақ болуы мүмкін. Негізі, егер де сізді 10%-ға бастығыңыз айтса, 10%-ға жалақыңды түсіреміз десе, сіз ол ақшамен өмір сүресіз. 100 мыңға да өмір сүреді адам, 50 мыңға да, 150 мыңға да, любой суммаға адам өмір сүре алады.
Сондықтан ол сылтауды қойып, қиын болса хотя бы 5%-дан, жоқ дегенде даже 1%-дан жинап отырыңыз. Сначала заплати себе деген байлардың өте керемет әдеттері бар. Біз ақшаны зарплата түсті магазинге, киімге, моншаға, салон красотыға, шаштаразға, барлық жерге төлейміз, бірақ ең сүйікті өзімізге төлемейміз. Біздің болашаққа ақша төлемейміз. Сол әдетті қалыптастырыңыз. Ақша түсті, маңызды емес, жалақыға жұмыс жасайсыз ба? Может, сізге заказ түсетін шығар, фрилансер шығарсыз. Может, бизнесмен шығарсыз. Күніне, например, 10 мың теңге түсті. 1000 теңгесін лақтырып жібересіз. 500 теңге түсті, 50 теңгесін лақтырып жібересіз. Осы арқылы сіз байлардың әдетін қалыптастырасыз. Сіздің ақшаңыз таудан домалаған қар сияқты уже біртіндеп ол үлкейе береді. Сізге ол аз ақша болып көрінуі мүмкін, бірақ сіз соңғы 5 жыл өміріңізді есептеп қараңыз. Айлығыңыз қанша, табысыңыз қанша, соның 10%-ын 12 айға көбейтіп, 5 жылға көбейтіңіз. Сізде қазір қанша ақша болар еді? Қаржылай сауаттылықта 0-ден әрдайым 1 жақсы. 0-ден әрдайым 1 жақсы. Осы нәрсені жаттап алу керек. Жоқ ақшадан, жиналмаған мүлдем жоқ ақшадан, жиналған аз ақша хайырлы. Себебі сол арқылы сіз қаржылай тәуелсіздікке қадам жасайсыз. Қор жинаудың маңыздылығы жөнінде түсіндіре алдым деп ойлаймын. Видео пайдалы болған болса, обязательно лайк баса кетіңіз. Ұнамаған болса, дизлайк басыңыз. Комментарий жаза кетіңіз, өз ойыңызды бөлісіңіз. Сіз жалпы қор жинайсыз ба, қаншалықты мөлшерде, осы жөнінде пікіріңіз қандай, өте маңызды. Бөлісе кетіңіз комментарийге. Және де видео пайдалы болған болса, достарыңызға, туыстарыңызға таратып отырыңыз. Келесі видеоларда жолыққанша.